сәлем арна көрермендері, қазақша тілді арнаның дамуына үлес қосып тіркеле кетіңіздер. Қателесіппін, мені құтқарыңыздар. Раушанның өмірі мен өлімі. Тамыз аяғында Шымкентте 39 жастағы Раушан Перманова кісі қолынан қаза тапты. Полиция марқұм 3 ай бірге тұрған азаматты жалғыз күдікті ретінде тергеп жатыр. Туыстарының сөзінше күдікті Раушанды мойнынан, жүрегі мен аяғынан пышақтаған. Раушанның артында кәмелет жасына толмаған 2 қызы қалды. Раушан биыл наурызда 50 жастағы азаматпен мұсылманша некеге тұрады. 2 қызымен ерте жесір қалған әйел мұны бақытым шығар деп ойлаған. Бірақ көп өтпей тұрмысқа сәтсіз шыққанын түсінеді. Күйеуі Раушанды жұмысынан шығарып алады. Туыстармен араласуға тыйым салып, телефонын да бермейді. Күйзелген қызын 3 айдан соң шешесі мен ағасы үйіне алып келеді. Раушан ес жиып қыркүйектің 10-ында 40-қа толған туған күнін жасауға әзірленіп жүрген. Сыныптастарына, туыстары мен әріптестеріне шақыру да жібереді. Бірнеше күннен соң олар Раушанның туған күніне емес, қазасына келеді.